Сәлем бәріңізге. Бізде үйде осындай үлкен мерейтой болды. Сіздерге арнайы айнадан рецептер. Бүгін балықтан мастер-класс көрсетеміз. Алдымен сазанымыздың ішінде осылай алып аламыз. Көкөністерді турап, ет тартқыштан өткіземіз. Сәбіз, пияз, тәтті бұрышты. Үлкен табаққа осылай барлық көкөністер біріктіріп өткізіп, сазан балықтың ішін етінен тазартып қылқанынан етті бөлек өткіземіз. Ет тартқыштан арнайы дәмдеуіштер: балықтың дәмдеуіші, қара бұрыш, ас тұзы және нан және 2 штук жұмыртқа. Үлкен табаққа барлығын араластырып, сазанымыздың ортасына салып, сазанның сыртын арнайы ине жіппен тігеміз. Және 180 градустық жақсы пісетін пеште пісіріп аламыз барлығын. 40 минутта осындай балығымыз пісіп дайын болады. Достар, канал пайдалы болса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сіздер үшін осындай ерекше мастер-класстарда жиі салатын боламыз. Сау болыңыздар.